Сәлем менің оқырмандарым, сіздермен ақерке қасым. Осындай көріп тұрғандарыңыздай өте тандыр самсаға ұқсайтын, еш айырмашылығы жоқ қазан самсаны дайындайтын боламыз. Тестасы өте слоеный, ішіндегі салмасы да сочный, әдемі болып шығады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Лайк, комментарий білдіріп мені қолдап кетіңіздер. Және де осы әдемі рецепті достарыңызбен бөлісіңіздер. Менімен бірге болыңыздар, видеомды соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен осындай ұнымызға ортасын ашыңқырап жұмыртқа, су, дәміне қарай тұз, сұйық май қосып, орташа тығыздықта қамырымызды илеп алатын боламыз. Илеп алғаннан кейін оны тұндыруға 30 минутқа қалдырамыз. Тұнған қамырымызды жақсылап илеуін осылай жайып аламыз да, әдемілеп жұқа етіп жайып шығамыз. Қатты жұқа қылып жаю шарт емес, кішкене жайыңқырасаңыздар болғаны, яғни майдың сіңуі қажет. Міне мен жайып алдым, енді тоң май мен сұйық майды араластырып, арасына әдемілеп жағып шығатын боламын. Құрғақ болып қалып кетпесін, барынша әдемілеп жағып шығыңыздар. Егер үйлеріңіз сары май болса, сары майды жақсаңыздар болады. Және де оны мен морозилькте 30 минутқа ұстауға қойдым. Міне дайын болды. Енді самсаның пішіміне келтіріп турап алдым. Және де домалақ күйге келтіріп, осылай әрқайсысын жақсылап жайып шығатын боламыз. Баршасын жайып шықтым. Және де салмасын салып, капля күйінде түйіп шығатын боламыз. Мен алдын ала жаңағы арасына салатын салмасын дайындап қойған болатынмын. Етті турап, және де оған кішкене іш май қосып, тұз, бұрыш, жүзіре, пияз, картошка қосып жақсылап салмасын дайындап қойдым. Және де оның ішіне кішкене су қосып жіберсеңіздер, фаршыңыздың несі сочный болып пісетін болады. Міне осылай капля қылып түйіп шықтым әрқайсысын. Бағана айтып жатқан фаршым осы. Енді жұмыртқамызды сарысы мен ағын осылай ажыратып алатын боламыз. Сарысына кішкене сүт қосып араластырып қойдым. Оны жаңағы капля самсаларымыздың бетіне әдемі қызарып түсу үшін осылай жағып шығамыз. Және де сәнін келтіру үшін мен күнжіт қолдандым. Күнжітті осылай ортасына таман сүйіп шығасыздар. Және де алдын ала осылай 20 минутта қыздырып алған қазанымызға қатты қызып тұру керек. Жұмыртқаның ағына осылай батырып алып, жаңағы жабыстырып шығасыздар. Жабыстырғаннан кейін кішкене ұстаңқырап, жабыстырыңқырап, қатты осылай ұстап тұрасыздар, жақсылап жабысу үшін. Баршасын осылай жабыстырып алдым. Енді бетін жауып, 50 минутта пісіріп алатын боламыз. Әрқайсысын осылай 10 минут сайын ашып, ауасын жаңағы шығарып алу міндетті. Міне мен әрқайсысын шығарып алдым. Үш жерден қызарып келе жатыр. Енді дайын болып қалайын дейді. Осылай әр минут сайын ауасын шығарып ашып тұрасыздар. Міне менің жаңа қазан самсам дайын болды.
өте тандыр самсадан айырмашылығы жоқ, дәмі керемет күшті болып шығады. Өзімізге қатты ұнады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментария білдіріп, қолдауларыңызды аямаңыздар. Сіздермен болған Ақерке Қасым. Менімен бірге болыңыздар, жасап көріңіздер. Сіздерге рахмет.